Бәріміз қырып жатыр, тыныштық па? Ой, оның мінезін білесің ғой. Ойын өмір дұрыс жеткізбейді. Алдын жиналыстың соңында қайда барсаңдар онда барыңдар, маған Мединаны тауып келіңдер десе бола ма? Сосын сұрап қалып едім, қандай Медина, қайсы Медина деп. Сендер не Мединаны білмей қалай өмір сүрушіңдер деді ғой. Содан бұл Басекеңе Медина деген хат шығыс керек болып жүрген шығар деп араға қарындастарым салып, зорға Мединаны тауып келсем, мен сендерге хат шығып келіңдер ма деп қызбен қосып қуып шығарды. Сөйтіп, Мен ойландым. Қажылыққа барғысы келіп, Мекке Медина туралы айтып жатқан шығар. Таныстар арқылы жолдама алып бердім. мүмкін сол мекен ойындағысы. Жоқ. Тапыншықтыр. Тыныштық па? Не істейін деп жатсың? Саспаңдар, қазір келем. Не керек? Бір минут Басеке. Мен сіздің арманыңызды орындап келдім. Міне? Нағыз өсетін бала. Жарайсың. Ай, красавчик! Атты оқын жете ма? Қолынан келмейтін нәрсеге ұрынбасай. Сен мен қолынан не келеді, не келмей сен шешпейсің. Қазір мына миыңды шашып жіберем. Бауырым үшін до конца барам, Махамбет. Оған сомнением болмасын. Бауыр? Бауыр сенде ғана бар ма не? Бұл соғысты бастаған мен емес. Менің бауырым да емес. Оны бастаған сенің бауырың. Қарындасымды қорлаған бауырың сымағың үшін соңына дейін барам дейсің ба? Мен де қарындасым үшін бәріне дайынмын. Қарындасымның намысын ешкімге таптатқан емеспін. Таптатпаймын да. Қарындасымды қорлаған хайуандар өзіне лайық жазасын алды. Бірақ сенің ініңе қолымның ұшы да тиген жоқ. Оның жазасын Құдайдың өзі берді. Әрине оған обал жоқ. Осыдан ақ білсең болады, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екен. Оның өмірінің соңына дейін жынды болып қор болуы ол заңдылық. Мен қарындасымның кегін алдым. Қолынан келсе ата бер. Мен еш өкінбеймін. Кел, Мадина. Мадина, саған әлі біраз демалу керек еді ғой. Неге ерте шықтың жұмысқа? Фазыл аға, менің сізге айтарым бар.
Иә, айта бер. Мен өз еркіммен жұмыстан шығатын болдым. Неге? Не себепті бұндай шешім қабылдадың? Басқа қалаға кетіп бара жатырмын. Бұл шешіміңді ағаң біле ма? Иә, біледі. Мадина, әрине сен кішкентай қыз емессің. Өз тағдырыңды өзің шешетін жасқа келдің. Бірақ асқыстық жасап, қателік істеп жүрме. Сен маған бөтен емессің. Мен де сенің болашағыңның жарқын болуын қалаймын. Дегенмен қалауың осы болса, оған кедергі бола алмаймын. Фазыл аға, сізге үлкен алғысымды білдіремін. Осы уақытқа дейін маған қанша көмектестіңіз. Және де сізден көп нәрсені үйрендім. Рахмет сізге. Оғаш жоқ, Мадина. Қайда жүрсең де аман бол. Егер шешіміңді өзгертіп жатсаң, менің есігім әрдайым ашық. Жарайды аға. Аман болыңыз. Өмір деген ұшы қиыры жоқ даңғыл жол. Өмір деген соны көрінбейтін ұлы күрес. Мына жалғанда әр адам сол күрес арқылы еншісіне өз үлесін алып отыратыны бесенеден белгілі. Мәселе ұлы күресте өз-өзіңді қалай және қай жағынан көрсете алуында. Тура жолдан тайып, өз тағдырына өзін балта шапқан қалай болды, Рауан? Жарқын болашақтан күдер үзіп, көптеген адамның көңіліне қаяу салған бумеранг секілді қайта айналып, өз өміріне кесірін тигізгенін сезесің бе, бауырым? Неге олай жасадың? Әлде мен қателестім бе? Аға болып, саған тура жол көрсете алмадым бекен. Қай жерден қателестім? Қай жерден жаңылыстым? Ассалаумағалейкум, Мәке. Уалейкум ассалам. Сен жайша шақырдың ба? Мәке, маған кім өлтіргенін білетін сияқтымын. Оны анау... Yes. Маған кім өлтіргенін мен де білем. Одан саған не пайда? Не істейсің? Өлтіресің ба? Өлтір. Не өзгереді одан, айтшы маған? Құрисың. Сотталасың. Сен біреудің арасында болған проблемаларға басыңды ауыртпасай. Жассың ғой әлі. Дұрыс жол таңдасай. Ерте ме, кеш па, мағаның артын сен де кетіп қалуың әбден мүмкін. Бұл сен жүретін орта, сен жүретін әлем емес. Ең дұрысы болашағыңды ойлап, дұрыс жолда жүрсейші.
Мен не айтып тұрғанын білем Диас. Сен менің айтқанымды тыңдағаның жөн. Әлі жассың. Аяғың шалыс баспай, өзгеріп, жаңа өмір бастасай бауырым. Тыңдашы мен, саған бұл керек емес. Бәріне өзім кінәлімін. Көз алдымда жүрген бір ініме неге бола алмадым. Маңдайыма біткенде өзіндегі бақыттың берекесін қашырып, қорланған сәтінде қорғанда бола алмадым. Өмірінде өшпестей дақ қалдырған інімді өлімге де қия алмаймын. Өз қолымды өзім кесе алмаймын. Бірақ істеген ісі үшін Құдайдан өз жазасын алды ол. Оның сенің алдындағы күнәсі кешіріле ма жоқ па білмеймін. Бірақ Қуаныш, өз-өзіңді кінәламаш. Бұл өмірде әр адам өз жасаған ісі үшін жауап береді. Екеумізге бірге болу жазылмапты, қайтеміз. Сенің маған деген сезіміңнің пәктігін, адалдығын мен жақсы білем. Және де менің де сезімім саған деген тура сондай. Маңдайыма солай жазылған екен, қайтемін енді. Мадина, Қуаныш, өтінем, сөзімді бөлмеш. Бүгін мен мына қаладан кетем. Мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Және де сен бақытты болуға лайықтысың. Абыройы тапталмаған адал жар жолығуына тілектеспін. Ал мен басқа қалада жаңаша өмір бастап көрем. Бәлкім екеуміз тағы да жолығып қалармыз. Өле-өлгенше сенің бақытты болуыңды тілеп жүретін адам бар екенін ұмытпа. Мадина, мен Қош бол. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Ya Allah Taala yaratgan diyem. Ulumның bilip bilmey istеген күнәләрімді өзің кешіре көр. Балам,
кеудемде жаным барда кегін қайтармай қоймайым. Мен саған уәде берем. Ал қарындасым, аман есен жетіп ал. Жеткеннен кейін міндетті түрде хабарлас. Жақсы аға. Өзіңізге сақ болыңызшы. Қарлығаш, қалайсың? Қалай болушы еді? Дархандайдың киімдерін реттеп отыр. Мынаны үйленгенде кием. Әзірге тұра тұрсын деген еді. Мен бүгін Дарханның басына барып қайттым. Мен оған уәде бердім. Саған да уәде берем. Мен оның кегін қайтармағанша қоймаймын. Кім болса ол болсын, істеген қылмыстар үшін жауап беретін болады. Бүткіл өмірімді арнасам да, Дарханды өлтіргендері тауып, жандарын жаһаннамға жібергенше тынбаймын. Басыл, ол полицияның жұмысы. Дарханнан кейін сенен айырылып қалғым келмейді. Жоқ, ол полицияның жұмысы емес, менің жұмысым. Мен қарындасымның кегін алдым. Оны зорлап, өмірін сындырғандарға ешқандай аяушылық жоқ деп ойлаймын. Мен өз ісіме өкінбеймін. Бірі өлік, екіншісі тірі өлік. Ол осылай болу керек. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген. Кек қайтару пайдасыз қатыгездік деп түсіну қате. Вендетта, яғни қанды кек. Қоғамым заңды деп тапқан жаза. Демек, менікі дұрыс.